Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өте жұмсақ печеньенің рецептісімен бөлісемін. Бұл печенье өте жұмсақ болып шығады. Тіпті бұл печеньеден пряник жасасақ та болады. Рецептісін астына описанияға қалдырып кетемін. Ол үшін ең алдымен жұмсақ сары майымызды ыдысымызға саламыз. Және де оған майонез қосамыз. Сүт құямыз. Және де шекер қосамыз, қант. Бір жұмыртқа қосамыз. Лимон қышқылын қосамыз сосын. Лимон қышқылын бір қасықтай қосамыз. Және де курица қосамыз. Бұл курица маңызды емес, қоспасақ та болады. Енді бұны жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болдық, ал енді ұн қосамыз. Сегіз қасық ұн қостық. Енді бір чайный ложка сода қосамыз. Яғни бір қасық сода. Осылай қамырымыз қою болу керек. Бұған тағы біраз ұн қосамыз. Осылай қосып, тағы да біраз миксерлейміз. Осылай миксерледік. Ал енді қасықпен немесе лопаткамен осылай араластырамыз. Қамырымызға тағы біраз ұн қосамыз, себебі әлі қамырымыз дайын болған жоқ. Неге осы ұнымызды қосамыз. Ал енді жақсылап араластырамыз. Осылай ұн түйіршік болып қалып кетпеу керек, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымыз осылай болады. Біз бұны қолмен алған кезде қолымызға жабыспау керек. Осылай болады. Ал енді осылай қолымызды жақсылап майлап алып, дөңгелек пішінге келтіреміз. Қамырымызды осылай дөңгелек пішінге келтіріп, табамызға саламыз. Табамызға пергамент төсеуге болады, немесе осылай май жағып қойсақ та болады. Келесі қамырымызды дәл осылай етеміз. Біздің қамырлар дайын, ал енді бұны 20 минутқа пісіріп аламыз. Біздің печеньелеріміз пісті. Қараңыздаршы, өте жұмсақ болып шыққан. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Каналға тіркелген соң, колокольчикті басып қойыңыздар. Сонда мен видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Мінекей печеньелеріміз осындай болып шығады, өте жұмсақ.